Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы шынықсаң шымыр боласың. Бірінші сабағы. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Ал балалар, ой түрткі сұрақтарына жауап берейік. Сен спортты жақсы көресің бе? Бос уақытында спортпен айналысатын кімдерді білесің? Өзің спортпен айналысасың ба? Спорттың қай түрі ұнайды сізге? Қанекей балалар, жауап берейік. Тыңдалым мәтіні. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, негізгі ақпаратты есіңе сақта. Белгілі боксшы Жарас Төлегенов дене тәрбиесі пәнінен сабақ берген жылдары Жамбыл атындағы орта мектеп, аудандық, облыстық жарыстардың алдыңғы қатарына шыға бастады. Балалардың көбісі боксшы, футболшы, гимнастшы, волейболшы болып кетіп еді. Сүмбідей тіп-тік, суреттей сұлу жаратылысы Төлегеновтың абырой беделі артқаны сонша, балалар соның аузына қарайтын. Мектеп директоры Рақым Дәуітов жан-жақтағы ауылдардан келіп, волейбол ойнайтын жігіттердің өнерін тамашалау үшін бір топ мұғалімді бастап келіп отыратын. Бүгінде белгілі қоғам қайраткері Нұртай Әбіқаев допты қиғаштап кеп, ұрған сайын қиқулап үн қосып көтермелейтін. Ол аудан орталығындағы волейбол жарыстарында ауылдың намысын қорғайтын. Сонда Рақым ағамыз қасындағы мұғалімдерден осы баланың сабақ үлгерімі қалай екен деп сұрайтын. Жақсы оқиды ғой, деседі. Деген жауапты ести сала, бәсе, доп соққанның әдісін жақсы білетін бала, жаман оқымауы тиіс деп сүйсіне үн қататын. Жақсы балалар, мәтін түсінікті болды деп ойлаймын. Мәтіндегі кейіпкеріміз сияқты біз де өз еліміздің намысын қорғайтын мықты азамат болғымыз келеді, Ендеше, екінші тапсырма. Жазылым. Спорт клубына жазылуға өтініш білдірейік. Өздеріңіз таңдаған спорт клубына жазылуға өтініш білдіріңіздер. Бұны біз жазбаша орындаймыз. Айтылым тапсырмасы. Тыңдалым мәтіні бойынша үшінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап берейік, балалар. Бірінші сұрақ. Мәтіндегі кейіпкеріміз қай кезден бастап спортпен айналысқан? Екінші сұрағымыз. Спортты жақсы көру оның сабағына кері әсерін тигізді ме? Қалай ойлайсыңдар? Үшінші сұрағымыз. Мектеп оқушыларының спортты жақсы көруіне кімнің әсері болды? Балалар, мәтін бәрімізге түсінікті деген ойдамын. Мәтінді мұқият тыңдадық деп ойлаймын. Ендігі орындайтын тапсырмамыз жазылым тапсырмасы. Төртінші тапсырма. Тыңдалым мәтіннен туынды сөздерді тап. Тыныс белгілерді дұрыс қойып жазып шық. Үлгі ретінде бір туынды сөзді талдап көрейік. Гимнастшы, түбірі гимнаст. Шы сөз тудырушы жұрнақ. Ал енді балалар, сабағымызды 3Q әдісі арқылы аяқтап, ойымызды жинақтайық. Бүгінгі сабақтан қажет болған нәрсе, қиын болған нәрсе және қызықты болған нәрсе. Ойымызды 3 сөйлеммен білдірейік. Одан әрі онлайн мектеп платформасына кіріп, бүгінгі күннің тапсырмаларын орындаймыз.